қазанға ет салғанда алдымен бисмилля деп кәрі жіліктен бастап салады. Себебі кәрі жілік еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа салмайды, қонаққа, бөтен жат адамға емес, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Өйткені кәрі жілікте шаңырақтың құты бар деп ырымдайды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаған, ал ұлдарға сұр бойдақ боласың деген сенімі бойынша жігітке де бермейді. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торуылдапты, бірақ қанша тырысса да малын ала алмаған екен. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты. Бірақ таң ата қарауылдар көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді. Ертесіне біреуін тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы кейпінде келіп сырын тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкім жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы, не күзетші жоқ. Бәрін барладым, көршілерінен де сұрадым. Ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген болу керек дейді. Олардың басшысы ендеше бүгін шабамыз деп атқа қонады. Бұл жолда ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірнешеуі жараланып, кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып, «Байеке, мен ұры едім, 10 күн болды сіздің малыңызды торып жүргеніме, бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады, не сыр, не киеңіз бар, айтыңызшы», деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып, қорасында ілулі тұрған кәрі жілікті көрсетеді. «Кем марқұм дүниеден өтерінде кәрі жілік көрсең, қораңа байла, малыңа қорған болады» деуші еді. Өсиетін орындап кәрі жілік іліп қойдым. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді. Бірде-бір малым жоғалмады, қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса, менде басқа кие жоқ дейді. Құдіретке бас иген ұрылар байымен дос болыпты, ниетінен қайтып адал кәсіпке көшіпті деседі. Кәрі жілікті жеуге болмайды дегенді ғана естуші едік. Оның мәні мұншалықты тереңде жатқанын ойламаппыз.